Бауыржан Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсанда Малшын үйінде дүниеге келген. Әкесі Момынәлі. Жұрт арасында оны Момыш деп атап кеткен. Бауыржан 1911 жылы 92 жасында қайтыс болған Имаштың 4-ші ұлы еді. Әжесінің аты Қыз Тумас. Қартайған шағында оны Сар кемпір ағашы деп атап кеткен. Бауыржан жастайынан анасынан айырылған еді. Анасының аты Разия, Байтан ұлының ұрпағы Әбдірахманның қызы. Халық қаһарманы Бауыржан Момышұлы туралы тағы қызықты ақпарат білгілеріңіз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Тәрбие сабағына кіріспе ретінде оқушылардың патриоттық сезімін ояту, отанға деген сүйіспеншілігін арттыру мақсатында көрші ауылдағы Мұхтар Әуезов атындағы мектептің алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі Ғалымжан Нұрманалиев өткізген ерекше сабағына қатыстық. Мұғалім батыр аталарымыздың ерлік жолына тоқталып, олардың отан үшін көрсеткен жанқиярлық істерін әсерлі түрде баяндады. Ұлы Отан соғысында жауға қарсы күрескен қазақ батырлары Бауыржан Момышұлы, Әлия Молдағұлова, Маншық Маметова сынды ержүрек тұлғалардың өмір жолына ерекше назар аударды. Мұғалім олардың батылдығы мен отансүйгіштігі қазіргі ұрпаққа үлгі болатынын айтып, әрбір оқушыны елін сүюге, жауапкершілік пен патриоттық рухқа тәрбиелеу керектігін баса айтты. Әскери дайындықтан беретін мұғалім автоматты жинауды үйретті. Сондай-ақ оның бөлшектерін атауды және қауіпсіз жұмыс істеу ережелерін түсіндірді. Сонымен қатар қаруды дұрыс ұстату тәсілдерін, атуға дайындық жүргізу тәртібін көрсетті. Ол бізге автоматты тазалау мен күтудің негізгі жолдарын да түсіндірді. Жаттығу барысында мұғалім әр оқушының іс-әрекетін бақылап, қателіктерін түзетіп отырды. Сабақ соңында автоматты жинау бойынша жарыс ұйымдастырылып, үздік нәтижелер марапатталды. Бұл сабақта оқушылар қару-жарақпен дұрыс жұмыс істеу тәсілдерін үйреніп қана емес, сонымен қатар әскери тәртіп пен жауапкершілік туралы маңызды мәліметтер алды. Ұлы Отан соғыс ардагерлеріне құрметіміз шексіз. Бауыржан Момышұлының ерлігі менің мақтанышым, мен оның ұрпағымын, мен тәуелсіз елдің түлегімін. Мен ата-бабамның аманатына қиянат жасамаймын. Туған жеріме әрдайым қызмет етуге дайынмын. Қазақ баласының лайықтылығын танытам, қайсар боламын, төзімді боламын, елінде соққан жүрекпен өмір сүремін. Мен Бауыржан атамның ақтайсын ұрпақпын. Оның өсиетін жадында сақтап, адал, әділ, батыр болуға тек беремін, ат беремін. Мен Бауыржан атам секілді шындықты сөйлеймін, тәртіпті боламын, елім мен жерімді жанымнан артық көремін. Жалқаулық пен немқұрайлыққа қарсы тұрамын, ерлік пен еңбекке серік боламын. Мен қазақтың қайсар қызы, ұлы батыр Бауыржан Момышұлының ерлік жолына тағзым етемін. Мен оның отанға деген сүйіспеншілігін, халқына деген адал қызметін жүрегіме үлгі етіп аламын.